Армысыздар YouTube'дағы ағайын, сіздермен бірге қазақша психоанализ каналында Заңғар. Бүгінгі біздің қонағымыз Орталық Азия психоанализ институтының психологы, психоаналитик Миргүл ханым. Миргүл ханым, сәлеметсіз бе? Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Біздің бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз отбасы, секс және психология. Жалпы Миргүл ханым, сізге қояр сұрақты мынадан бастағым келіп тұр. Сау қарым-қатынасты отбасыны құру үшін бозбала неге дайын болу керек? Бойжеткен қандай дайындықтан өту керек? Жалпы сау қарым-қатынас құрудың жолы қандай? Менің айтқым ең бастысы айтарым, сол мүмкін бозбала бойжеткендік шақтан жақсылап өтіп алған дұрыс шығар. Өйткені бізде көп енді азаматтарымыз, азаматшаларымыз сол бозбала жасөспірімдік шақ деп жатамыз ғой енді. Қазір жасөспірімдік шақты европалық зерттеулерге жүгінсек 24-25 жасқа дейін ұзартқан жасөспірім шағын. Енді ол кезде сол бозбалалықтың бір қандай да бір нелері оттенок дейді ғой. Сол жасқа дейін жаңағы біздің психоанализ тұрғысынан айтатын психиканың структурасы бар ғой, ішкі жан дүниеміздегі. Ол жаңағы үстем мен және ид деп жатамыз, ано деген. Сол структуралардың барлығын шайқайып, жүретін жерде жүріп, жасайтынды жасап, бір тынышталған енді тойдым деген деңгейге жетіп қана барып, жанұя құрып, соған дайындалғаны дұрыс-ау деп ойлаймын. Менің енді айтқым келгені ол қыз балаларға да байланысты, ер жігіттерге де байланысты. Сол 23-24 жастан аман есен өтіп барып, билейтін жерде билеп, тойлайтын жерде тойлап, тойып, сондай бір мен кіммін, маған кім керек, өзін өзі жақсы танып, және өзіне ұнайдау, өзіне сәйкес келедау деген екінші жартысын іздеп сол параметрлармен дайындалса, мен ойымша жақсы болады. Сонда 24-23 жасқа дейін жаңағы шайқап алмаған адамдардың ішіндегі қалау болашақта отбасын шайқауы мүмкін. Ол тыйым болып біздің менталитетімізге сай дүние енді тыйымдар өте көп қой. Сол шайқалмаған өкінішке орай заттар әсіресе жігіттер тарапынан қыдырып үлгермей жатады деген сияқты. Солар енді жанұя болған кезде шығып жатады. Өйткені енді өзіңіз білесіз, психоанализ тұрғысынан біздің жаңағы аномыз, ид, ол біздің бейсанамыздағы тұнып тұрған жаңағы инстинкттер, импульстар, олар бәрібір шығатын жолын табады. Үйленген болсын, үйленбеген болсын, өйткені біздің бейсанамызда уақыт кеңістігі жоқ, жас кеңістігі жоқ, социалдық, әлеуметтік статус жоқ. Ол жігіт үйленді ма, үйленбеді ма, бәрібір тұртпегі тұрған кезде жүріп бар жатқан нәрсені әйтеуір бірден болса бірдеңе қылу керек. Сонда ашығынан айта берейікші Миргүл ханым, сексуалды құмарлығын барынша қанағаттандырып болмайынша үйленген дұрыс емес деген пікірге келемін. Өзін жақсы түсіну керек. Егер ол адамның жаңағы сексуалдық либидосы өте жоғары. Мысалға біздер айтып жатамыз ғой, кейбір классиктерді әсіресе кейбір біздің әлемдік деңгейдегі қандай да бір жаңағы сәулетшілер, суретшілер, олардың өмірлік либидосы, жыныстық либидосы өте жоғары келеді. Бірақ оны біздер баса алмаймыз. Ол адам өзі де баса алмайды. Ол өйткені табиғаттың заңдылығы, табиғаттың бергені соған бір дарын деп айтпай-ақ қояйық, сол берген әйтеуір энергия. Бірақ оны билеуге болады, оны түсінуге болады, оны білуге болады. Егер ол өзін білсе, сондай құштарлығы, секске қатысты өте жоғары талғамды екен болса, онда ол сексті солай жақсы көретін қызды істеу керек қой ол. Қыздар тарапынан да бар ғой ондай. Жаңағы раскованность дейді, енді еркін, өзін еркін ұстай алатын. Мысалға кейде енді қазір жасыратын жоқ, жастар неше түрлі экзотикалық жерлерде жыныстық қатынаспен айналысқысы келеді. Кинода болсын, тағы басқа, енді мен ол пропаганда емес, бірақ сондай жерді іздеп не қылатын. Оған өзіңнің партнерың дайын болу керек қой. Ал егер жасқаншақ болып, ойбай, не жаңағы пляжда жыныстық қатынасқа түсуге болмайды, бассейнде болмайды, тағы бір жерде болмайды деген жаңағы өзін скованный екінші жартысын тапса, онда әрине дау-дамай болады. Сонда
ажырасудың ең үлкен себебі бұл сексуалды қалаулардың сәйкес келмеуі деп айтсақ бола ма, болмай ма? Айтпас едім олай. Қазіргі біздің қоғамдағы жастардың ажырасуының бірден бір себебі ол үшінші тараптың жаңағы шекарадан өтіп кетіп, мына біздер екі жарты қосылған кезде, екі жас қосылған кезде ол үш деңгейде сәйкестік табу керек қой. Ми деңгейінде, жүрек деңгейінде, және белден төменде. Жаңағы айтқан белден төмен сәйкестік болмаса, тарихта бар, көп адамдар жаңағы жыныстық қатынасқа түспей-ақ та, бірақ жанұяны сақтап, балалар үшін, жұрт үшін деген сияқты өмір сүріп жатады. Ондай бар. Кейбір жағдайлар болады, именно сол жыныстық қатынасқа байланысты сәйкестік болмағандықтан ажырасып жатады. Ал біздің статистикамыз, енді соңғы уақыттағын мен байқап жүргенім, одан кейін осы ашық көздердегі статистика байланысты, ол әсіресе біздің қоғамда ененің кірісуі, кейде мына қыз жақтың да қыздың мамасынан сепарация алмай, мама маған ана жігітім үйтті бүйтті деп, сол үшінші тараптың қосылуы. Сол жерде жаңағы все потерялись. Где кони, где люди, жоғалтып кетеді бәрі. Түсінікті. Мергүл ханым, сосын маған келіп жатқан клиенттерден байқағаным, еркегі де, әйелі де өзінің сексуалдық қалауларын өзінің жұбайына ашық айтудан ұялады, жасқанады. Как будто бір өзінің екінші жартысы жұбайы үйдегі бір сувенир, әдемі бір керемет образ сияқты да, бірақ жаңағы сіз айтқан итте жатқан қалауларын сексуалдық сырттан қанағаттанып жүр, еркегі де, әйелі де. Бұның сыры неде? Сонда өзінің тауып табысқан жарымен бірге сол кайфты сезінуге болмай ма? Оның құпиясы қайда жатыр? Бұл жерде сол жаңағы мен айтқан үш деңгейді сәйкестікті толығымен сәйкестендірмей үйленген болып тұр ғой. Мына ми деңгейі бұл біздің жаңағы үстеменіміздің деңгейі, суперэгоның деңгейі. Жүрек деңгейі ол біздің более-менее өзімнің, менің өзім жеке қалауым, жүрегімнің қағысы деп мен яның деңгейі, ал белден төмен жақ ол жаңағы ано инстинкттердің. Сонда бізде жаңағы айтқандай қоғамымыз енді әсіресе біздің кейбір жастар, бұрынғы әсіресе мына 2000 жылғы қосылған жастар, қазіргі сіздерге келіп жүрген клиенттеріңіз, олар сол мына үстеменнің сәйкестігін соның қалауымен үйленген болып тұр ғой. Ал үстемен деген кім? Психоанализ тілінде бұл интроекттер. Интроект деген әке мен шешенің берген тәрбиесі. Сонда ол жігіт әйелін іздеген кезде өзінің мына жерімен емес, мына жерімен іздеп, мамасының проекциясымен іздеген болып тұр ғой. Сол ол анау жаңағы өзіңіз айтқан сувенирді тапты, байыпты, мінезді, қылықты, жаңағы мына миға саналық деңгейге 100% сәйкес келетін, ал мына жақ пен мына жаққа сәйкестігі келді ма, келмеді ма, оны зерттемей, білмей үйленген болып тұр ғой. Бірақ бұның да мен ондай қатты проблема деп айтпас едім, өйткені екі адам қосылғаннан кейін олар енді 24-те 7 бір-бірімен қасында болмағанмен де әйтеуір түнде кездесетін, бір-бірімен жақындасатын уақыт бар. Сол уақытты босқа кетірмей, томпиып, үндемей жатпай, әңгіме айту керек. Сөйлесу керек дейсіз ғой. Сөзбен, психоанализді де біздер сөзбен емдеу дейміз ғой. Ол психоанализсіз да өздерімен өздері көп жанұялар, бұрын енді психологияда біздің елімізде ондай қатты дамымаған кезде де әйтеуір халық әсіресе алып қашу несі бар ғой, ғұрпы бар ғой. Сол алып қашып кетеді да, ол қыз өзін де танымайды, жігіт ол қызды да танымайды. Сонымен әйтеуір бірақ бір төсекте бірнеше жыл бір-бірімен әңгімелесіп, сөйлесіп, бір-бірін танып, бір-бірі арқылы өзін танып, жанұя болып дөңгелетіп отырған мысалдар өте көп. Тағы да мен келіп жатқан клиенттерімнен мысал бергім келіп тұр, Мергүл ханым. Былай да, ерлі-зайыптылар үйленді, бірақ жігіт жаңағы сіз айтқандай әке-шешесіне лайықты келін іздеді. Өзінің жаны қалайтын адам емес. Сол сияқты қыз да әке-шешесі байға дей отырып қалдың дегенде естіп амал жоқ тие саған. Бірақ екеуінің де әңгімесі осындай клиенттерімнің күйеуімнен оргазм сезіне алмаймын, сыртта улет кайфово дейді. Жігіттерде қатыным қызық емес, көшедегі әйелдерге жетпейді дейді. Сонда бұның артында не жатыр? Екеуі сол сырттан сезінген кайфты
ақыр семья бол деген бір үйден сезінбеуінде не құпия жатыр? Бұл жерде мен ойлаймын, ашық әңгіме жетпей жатыр. Ол жігіт ана сыртта кайфты қалай сезеді? Оның мына біздер бәрібір объективті өміріміз бір бөлек, субъективті ішіміздегі фантазиялар бір бөлек. Адамда фантазия деген туғаннан бастап ол мына нәресте бүгін өмірге келді ма, сол кезде уже фантазия болады. Ол Мелани Кляйнның теориясы бойынша бала фантазия арқылы қалыптасады. Сол фантазиясын мүмкін даже ол жан дүние деңгейінен ментализация дейді ғой, сана деңгейіне мүмкін жетпей жатқан шығар. Ол инстинктивті түрде, мысалға жануарларда бір-бірімен просто так бола салмайды ғой. Иісі, қандай да бір жүрісі деген сияқты сондайына көп жануарлар соған қарап, өзі самец самканы тауып жатады. Бірақ ол инстинктивті, ол сана деңгейіне жануарларда берілмейді. Ол жігіт сыртта жүріп, енді сол инстинктивті түрде тапқан адамдарды санасына жеткізбеген болып тұр ғой. Мысалға, саршашты қыз осындай қылық жасайтын, осындай сөйлейтін, маған жаңағы не береді деген сияқты. Эрекция береді, маған возбуждение береді, қозу береді деген сияқты. Соны өзіне өзі бір отчет ретінде бермеген болып тұр ғой. Ал ол егер жарайды өзіне өзі берді дейік, маған сондай блондинка я болмаса брюнетка тағы басқа сондай осындай параметрлер ұнайды, бірақ ол қорыққаннан, ұялғаннан өзінің екінші жартысын айтпаған болып тұр. Мысалға, егер ондай әңгіме болса, бәрібір сәйкестендіруге болады. Мысалға, әйелі қара шашты болса, ал жігітіне ақ шашты қыз ұнаса, ол шашын боясын онда. Я болмаса мүмкін фигурасы ұнамайды шығар. Толықтасын, арықтасын деген сияқты. Оның бәрін сәйкесте Зигмунд Фрейд айтып кеткен ғой, постельде екеуіне ұнаса, бәрін жасай беруге болады деп. Мәселе осы жерде болып тұрған сияқты да, Мейіргүл ханым. Еркек те, әйел де өзінің жаңағы инстинктивті айуани қалауларын өзінің екінші жартысына айтуға ұялады. Көп жағдайда тіпті өзіне айтуға ұялады. Иә. Әйелдер мысалы, күйеуіме айтсам осыны, мен жәлеп деп ойлап қалады дейді. Еркек әйеліне айтса, мені бір бабник, развратник, жаңағы не, озабоченный, сондай бір есі дұрыс емес адам деп ойлап қалады деп қорқады. Сонда осы екеуін қалай тіл табыстыруға болады? Тап осылай. Мысалға, әйелі жігітіне, күйеуіне айтуына болады. Я очень боюсь, что ты посчитаешь меня очень развратной, не знаю, проституткой, не знаю, очень такой падшей женщиной. Но именно потому, что я хочу сохранить наш брак. Мен біздің екеуміздің жанұямызды сақтап қалу үшін мен саған осындай құпиямен бөліскім келіп тұр. Бірақ мен қорқып тұрмын, сен мен туралы жаман ойлайтын деп. То есть алдын ала өзінің қорқынышын айтып алу керек. Сонда ғана это вот, понимаете, түсінесіз бе, мен қорқып тұрмын, сен мен туралы осылай ойлайды деген, ол бір жаңағы әңгімеге өзінің ашықтығын жариялап кілтпен ашу сияқты ғой. Ол тек қана бұл жағдайға да байланысты емес, жалпы өмірде мен қорқып тұрмын, сен мен туралы осылай ойлап қаласың ба деп. Бірақ мен айтуым керек, өйткені ол менің жүрегімдегі бір сондай күбір. Сонда түсінікті, Мейіргүл ханым. В этом нет ничего такого секретного. Сонда секстағы наивысший оргазмға жетудің әлқиссасы бірінші сөзбен, жүрекпен тіл табысуда жатыр дейсіз ғой, иә? Жаңағы фантазияны миға жеткізу, мидан сөзбен. Бұны айту үшін қалай дайындалу керек адам? Қандай батылдық керек оны шығару үшін? Ең бірінші, самый доступный, қолжетімдісі ол психологқа бару. Біздерде өзіңіз білесіз, көп жағдайда адамдар өзінің сексуал жыныстық фантазияларын сыртқа шығару үшін ойбай кейде тіпті жылдап уақыт кетеді. Неше түрлі сондай бір жабық құпиялар, өте қатаң құпиялар, оны шығаруының да сыртқа тіпті сөзбен айтудың да өзі қиын болып жатады. Ал егер жаңағы адамның ішіндегі сол суперэгосы шамалы гибкий болып, жұмсақтау болып жатса, өзімен өзі бірінші мүмкін қағазға жазып дайындала ма, кейде айнаға қарап жаңағы менің атым қожа сияқты дайындалып алуына болады. Осы нәрсе мысалы қазіргі любовник немесе любовница изменаға кетудің ең басты себебі деп айта аламыз ба? Өзінің күйеуіне немесе әйеліне сеніп, жан дүниесін тапсыра алмауда. Өте қиын менің ойымша. Мен бұл туралы статистиканы қарамаппын өкінішке орай, бірақ менің өзімнің жеке тәжірибемдегі мысалдарға келетін болсақ, мен айтушы едім, любовник сырттан адам іздеу
ол тек қана мына белден төмен сәйкестендіруден емес, сәйкессіздіктен емес. Ол біз қазақ халқы шыдамды халықпыз. Жаңағы жыныстық сәйкестендіру болмаса да әйтеуір адамдар төзіп жүре береді. Адамға сырт жаққа қарауы ол мына жан дүниесінің жүрек жағдайында. Мысалға басқа біреуден әйелінде жоқ бір жылуды көріп қалды. Басқа біреуден әйелінде жоқ бір қандай да бір қызығатын, восхищение тудыратын көз жанарды көріп қалды. Сонда ол жігітті сол сыртқа қараудың менің тәжірибемдегі осы клиенттермен жұмыс, сондағы бірден бір енді процент мөлшері бойынша сол адам өзіне. Біздер енді психоанализде ең алғашқы 5 жасты қарап жатамыз ғой. Ол 5 жасқа дейін мына фаллос фазасына дейін, эдип фазасына дейін адам басқада жаңағыда жылулықты, басқада бір ләззатты қалап өскен. Оның фундаменті солай. Ауыз сатысы, анус сатысы деген. Сонда ол былай сөзбен айтқан кезде ауыз сатысы, анус сатысы деп тек қана емшекпен, я болмаса нәжіспен ғана байланыстыру емес. Ол сол 3,5 жасқа дейінгі баланың, мына эдип фазасына дейінгі баланың жан жылулыққа тойды ма, тоймады ма. Сол жылулыққа тоймаған бала әйелінен іздейді. Әйелінен таппаса, онда сыртқа барып іздейді деген сияқты. Жүрек деңгейінде, жан дүние деңгейінде. Яғни бала кездегі кеудеде қалған пустотаның орнын толтыруға тырысады дейсіз ғой. Ал енді қарасаңыз, адам басқа адамға тек өзінің миындағы образ арқылы қарайды, дұрыс па? Өзі сол адамның образын өзі жасай алады. Енді жаңағы сырттан көрген жылулықты неге өзінің заңды жұбайынан көре алмайды? Қайтадан контакт жоқ, әңгіме жоқ. Нету душевных мостиков. Жаңағы жан дүниелік көпірлер жоқ. Сосын жаңа өзіңіз айтқан, я Фрейд кезінде айтып кетті, мы не просто так друг друга выбираем, мы выбираем только тех, кто уже сидит в нашем бессознательном. Бірақ ол да қиын дүние, өйткені көп жағдайда жаңа мен айтқандай адамдар өзін танымай жатады. Өзін танымаса, оның жан дүниесінде қандай образ қалыптасқанын да білмей жатады ғой. Сонда барып біздерде көп қыздар қазір кеуге тимей кәрі қыз болып жүретін себебі де сондықтан, өткенде фрагментарность деген бар, ол да Мелани Клайнның теориясынан шыққан. Мысалға бір жігіттің жұмысқа деген құлшынысы ұнайды, бір жігіттің жаңағы жылулық беріп, забота беріп, әкем көкем жаным дүнием деп жүргені ұнайды, бір жігіттің тағы бір басқа нәрсесі ұнайды. Бірақ бұл образдар, бұл фрагменттер бір адамның бойында кездеспейтін дүние. Ол миф болмайды. Мысалға жұмыс жасап, ақша табам, ақша табысам деп жүрген адам 24-те 7 әйелінің жанында отыра алмайды. Ол отыра алатын адам мамасының етегінен шықпаған мамсик. Ал ол қызға оған и мамсик та керек, жанынан шықпайтын, және ақша тауып оған подаркілер, iPhone, Dyson беретін еркектер керек. Ал ол екі образ бір адамның жанында шықпайды. Сондықтан да ол өзін түсінбей тұр ғой. Өзін білмей тұр, оның ішіндегі образдардың қалай шатасып кеткен. Сондықтан ол өзін жақсы түсініп, образдарын интеграция дейді ғой, как это называется? Сәйкестендіру ма, тіркестендіру ма, сондай. Сол жаңағы фрагменттерді, мына реальность, бұл жағдайды мен көбісі не тестирование реальность деп айтатын едім. Сондықтан осы реальностьқа әкеліп, сәйкестендіріп қана қандай да бір образда әйтеуір қалап, мысалға 24-те 7 мен жанымда отырмайды, бірақ жұмыстан келген кезде әке көке айналайын жаным ботамды беру керек. Сонда мен ол жігітті кездестірген кезде мен оған айтып қоям. Айналайын, я жұмыс жасайды екенсің, ақша табады екенсің, өте жақсы, керемет, я восхищаюсь деп. Бірақ жұмыстан келген кезде қанша шаршап тұрсаң да маған бір жылы көзіңді беріп, жылы сөзіңді айтсаң, шай да дайын, бәрі де дайын, бәрі керемет. Яғни мәселенің бәрі адамдардың тіл табыса алмауынан басталады дейсіз ғой, иә? Өзін-өзі тану, тіл табысу. Енді біздерде көп проблема сөзге айналдыра алмаудың проблемасынан шығып жатады ғой. Ал сөзге айналдыра алмау деген, мен жаңа айтқан ментализация, тәрбиесі, ментализация мәдениеті бізде өкінішке орай аз қалыптасқан. Бізде психоанализде осындай бір қағидат бар: не делать, а говорить, что хочется делать. Бірден бас салып жасап кетпей, оны бірінші сөзге айналдырып сөйлеп алу. Мысалға, өзіңіз, я чуть-чуть атайды, бізде психоанализ өте қиын және
ұзақ мерзімді терапия ғой. Соған шыдамай бара жатқан клиенттер болады. Сонда кейбір клиенттер мына ментализациясы енді ондай қатты сол терапия барысында ұзақ болсын, қысқа болсын, ментализацияға әлі жетпей жатқан клиенттеріміз кейде есікті тарс жауып, қоштаспай кетіп жатады. Ол мына ерлі зайыптыларға да байланысты. Кейде ажырасу деген шырт етіп бір мезетте болып жатады. Сонда ол адамның ішіндегі қалауының қалау ретінде қалып қойып, бірден іске айналып жатқаны. Сөзге емес, ментализацияға емес. Ал ажырасам деген жастар емес, енді ерлі зайыптылар бірінші сөзге айналдырып айтып алу керек қой. Ты знаешь, я так хочу тебя наказать своим разводом. Ты знаешь, я так хочу развести. Сен тастап кеткім келіп тұр, сені үйтіп кеткім келіп тұр. Сен мені жоғалтып алып, саусағыңды тістеп отырғаныңды көріп, ләззат алғым келіп тұр. Бұда тұрған ештеме жоқ. Зато развод жоқ, ажырасу жоқ, жанұя қалды. Ана жігітке әрине олда да алдын ала айтып алу керек. Мүмкін сен ренжіп қалатын шығарсың, менің осындай қалауларым бар, ол деген айуандық қалау негізі деген сияқты деп. Бірақ сен білу керексің деп. Это тоже честность, но это ментализация, это не делать. Маған келетін ажырасқан жандардың барлығы дерлік. Өкінішке орай ажырасу солай туындаған. Сөзбен айтып, бір-бірімен талданбаған, анализ жасалмаған. Ол рәбайда бір кездесетін біздің қоғамда өкінішке орай ажырасу жаңағы өте мәдениетті түрде өтетін. Мен түсіндім. Жаңағы айтқандай мысалға, белден төмен деңгейде біздер жөті өзгерте алмадық. Бәрібір саған сол сары шашты блондинкалар ұнайды екен, енді мен шашымды боясам да блондинканың рөлін атқара алмадым. Мына жақта да көз жанарыңнан мен көрмей тұрмын өкінішке орай. Біздер 2 жыл болды, осы бағытта жұмыс жасап көрдік, өзгертіп көрдік, бірақ қалыптаспай тұр. Мына жақтан да енді тапқан ақшаң өкінішке орай жетпей тұр. Менің қалауларым, менің талабым мынандай, сенің тапқан ақшаң мынандай. Сондықтан да мен сыртта біреуді тауып, саған замена іздегеннен емес, өзімнің болашағымды. Өйткені біздер осылай өмір бақи қартайғанға дейін жүретін болсақ, мен қиналам. Менің жанымда сен де қиналып жүр екен, сен менен сондай ғашықтықты көрмей жүрсің. Сондықтан да екеуміз ересек адамдарша ажырасайық. Вот это и есть. То есть они провели разговор. Ол әңгіме бірақ түнде, бірақ әңгіме емес, бірнеше уақыт созылатын әңгіме. Содан кейін мысалға екінші жақ айту мүмкін. Жоқ, сен қателесесің. Иә, сен блондинка болмадың, бірақ маған нағыз сен ұнап жүрсің қазір. Менің қалауым өзгерген сияқты. Тағы да көрейік. Жарайды онда, тағы көрейік, уақыт берейік деген сияқты. Солай мүмкін жанұя сақталып қалуы мүмкін. Ал кейбір жағдайларда, иә, болады, мен оны өкінішке орай интернеттен, кейде бір кітаптардан оқығаным, олар қазір маған біздің кім есіме түсіп тұр, психоанализ саласындағы жарық жұлдыз Дональд Вудс Винникот 25 жылдай өзіне сәйкес келмейтін әйелмен өмір сүреді. Бірақ өмір бойы сол 25 жылдың ішінде оған психоанализ аналитикке ақша төлеп, ол әйелді өзін жеке өмір, дара өмір сүре алатындай жағдайға жеткізіп барып, айналайын, осымен енді ажырасайық, сенің жолың мынау, менің жолым мынау деп ажырасады. Содан кейін барып қана өзіне сәйкестенетін әйелге үйленді. Ол әйелге үйленгеннен кейін Винникоттың жұлдызы жанды. Неше түрлі өзінің соңында қалдырып кеткен жақсы еңбектерін сол екінші әйелмен қосылғаннан кейін ғана жарық көрді ол кітаптар, ол еңбектері. Оған дейін әрине ол біраз уақытын жоғалтты. Бірақ ана әйелді на произвол тастап кеткен жоқ. Ол әйелде өзінің өмірін сүріп, ары қарай волонтерство, басқа бірдеңемен әйтеуір өмір сүретіндей деңгейге жетті. Это тоже, я считаю, очень большое уровень эмпатии. Тағы бір байқағаным, Мергүл ханым, келген клиенттеріне мен мысалы өткенде 50-60 шақты тегін не өткіздім ғой, первичка. Сол кездегі байқағаным, еркектер бүкіл қатынды өзгерткісі келеді. Әйелдер еркекті өзгерткісі келеді. Осылай бір өшпенділікпен бірдеңеге таласатын сияқты анау. Бір семья команда емес, бір кәдімгі соғыс сияқты бейсаналы түрде. Бұның сыры неде жатыр? Бұл соғысты қалай командалық өмірге үйретуге болады адамдарды? Кішкентай бала
мороженое жегісі келсе, ол мына диатез, тамақ ауруы, тұмау тию деген сияқты нәрсені ойламайды, ол тек сол мороженое жесем екен деп тұрады ғой. Ал саналық түрде оның шешесі білет, қазір мороженое жеп қойса, бетіне қызыл нетеді, жаңа диатез болады, бір бәле деген сияқты. Ал баланың қалауы сол тез-ақ болсам екен деген. Сонда мен ойлаймын, басқаны өзгерту жаңа қалауы, ол сол бір жан жыныстық деңгейінің жаңағыдай сол ересектікке жетпегенінің көрсеткіші деп ойлаймын. Өйткені ересек деңгейге жеткен адам ол тек қана өзінің қалауын емес, басқаның да қалауын біледі. Мысалға мен жұбайымды, жолдасымды өзгерткім келсе, бірақ мен өзімді оның орнына қойып, айналаға оның көзқарасымен қараймын. Иә, өзгеруге дайын шығармын, бірақ ол үшін уақыт керек, ол үшін қандай да бір орта керек деген сияқты. Соған байланысты мен олмен әңгімені осы тұрғыда жүргізем. То есть я не тороплю его. Примерно так же. Ересек адам білет, күрделі бірдеңені өзгерту үшін, я тез деңгейде бірдеңені алу үшін, ол оның сорпасының дәмін татымайтын. Ол үшін уақыт керек, ол үшін қандай да бір обстоятельстволар керек екен. То есть это не есть показатель взрослости, когда мы хотим быстро-быстро все сделать. Ол біздің психоанализге байланысты кейде клиенттер келіп, бір терапияда, бір сессияда мен өмірімді өзгертіп беріңіз деген. Ол да сондай бір инфантильдік қалау деп айтушы едім мен. Сонда адамдардың көпшілігі инфантильностьта өмір сүріп жатыр деп айтсақ бола ма? Өйткені көп отбасылар өзін емес, мысалы отбасы әйелі күйеуін, немесе күйеуі әйелін өзгертіп, сонымен бақытты болатын сияқты сезімде өмір сүріп жатыр да қазір. Енді қоғамды бірден бәрін инфантиль деп айтпас едім мен, өйткені жалпы қазіргі біздің қоғамымыз, қазіргі осы жаһандық жағдай өте тез ауқымды деңгейде дамып жатыр. Мысалға, өзіңіз білесіз, біздің балалық шақта мынандай подкаст түгіл телефонда болған жоқ. Телефон мынандай болса болды, ауылдарда болған жоқ, мысалға біздің үйде болған жоқ деген сияқты. Сол сияқты қазір бәрі тез болып жатыр ғой. Енді мен өткенде көрдім, қазір искусственный интеллект деген, мысалға басқа қалада отырған мама мен папамды қазір осы жерге бүйтіп экран қойып, бірге шай ішетіндей деңгейге де жеткізіп жатыр. Ол деген тіпті самолетпен 1-2 сағаттың ішінде ұшып келу емес, 1 секундтың ішінде қаладым, мамаммен шай ішкім келіп тұр. Экранды салып жібердім де, ар жақтан мамам, міне жақтан мен шай ішіп отырмыз. Менің қалауым дереу, тез арада орындалды. Сондықтан да мен ойлаймын, енді бұл заманның да ағысы шығар, өйткені жаһандық жағдайда, мысалға жаңа айтқандай, мороженое ағыл-тегіл. Біздің балалық шағымызда мороженайды жеу енді бұл айына бір болмаса жылына бір шығар. Сондықтан да бізде жаңағы фрустрация деңгейі шамалы көптеу болды, бірақ ол да бір шексіздіктің мына шегі. Мынау басқа шегі, тез болу деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, біз қазір шамалы бір бұлыңғыр заманда өмір сүріп жатырмыз ба деп, өйткені 90-шы жылдар, 2000-шы жылдары бұндай қатты тез болған жоқ. Техника дамуы, басқа дамуы деген сияқты. Қазір өте-өте дереу болып жатыр. Сондықтан да жаңағы мен айтқан ересектік деңгейге жеткен адамның өзі осындай деңгейде, осындай жағдайда қайтадан регрессияға түсіп, дереу әйелімді өзгерткім келеді. Дереу сондай бір не жаңағыдай қалауымның болғанын қалап тұрам деген қалау, ол менің ойымша, то есть в какой-то степени это нормально. Деп ойлаймын. Сонда отбасы құру үшін ең бірінші еркек те, әйел де өзін тану керек дейсіз ғой? Әрине. Өзін тану, өзін түсіну дегенді қарапайым тілмен қалай айтасыз? Өзін сүю, өзін қабылдау дегенді қарапайым тілде қалай түсіндіріп бересіз? Менің ойымша, бұл жерде адам өзіне талдау жүргізу керек. Мысалға мен осы киімді сатып алдым ба? Неліктен көп киімнің арасында именно осы рубашка, осы кофта маған ұнады? Несімен ұнады? Өзіне өзі жаңағы сабақ беріп жүру. Ол тек қана мына жаңағы партнерға байланысты емес. Менің әр қадамым, мен осы қадамды не үшін жасадым? Бұл маған не береді деген сияқты. Сонда адам өзін түсінуге оңайрақ болады. Сосын мен қандай ортада өмір сүріп жатырмын? Шынайы түрде. Біздерде
адам өзіне көзқарасты менің ойымша екі фокуспен қарайды. Сырт не дейді, жұрт не дейді. Мысалға қайтадан жаңағы мен қазір ойыма келіп отырғанда енді айта берейін. Мысалға мына әйгілі Анна ханымның мына педофил туралы жаңағы тарихы бар ғой, историясы бар ғой. Сол жерде жаңа педофилдің үйі ауылдағы беделді үйлердің бірі. Сыртқы деңгейі 2 этажды үй, мынандай қабырға, жаңағыдай керемет, жақсы, байыпты, керемет жанұя, иә, ол сыртқы көзқарас, сыртқы фокус. Ал ішінде қандай дерт болып жатқан. Сонда ол үйдің ішіндегі ең алғашқы әрине шешесі, әжесі, ер адамның өзі де, есептеу балаларда өздеріне өздері шынайы есеп берсе, шынайы отчет берсе, біз осындай жанұяны жұртқа жария етіп жатыр екенбіз, бірақ іште болып жатқан жағдай ол шын емес қой. Өзіне өзі шындықты. Сонда біздерде көп маған келетін клиенттердің проблемасының бастысы сол, олар өзін сыртқы әлемге, қоршаған ортаға қалай жария етеді, сол жариямен ғана өзін таниды. Мысалға магистрлік деңгейі бар, білімі бар, ілімі бар деген сияқты қыз бала көп жағдайда әрине сыртқы көзқарастан ой сен деген мынауский керемет жігітке күйеуге шығуың керек деген баға алады. Бірақ ол ішкі жан дүниесі мынауский балаға жігітке дайын ба, дайын емес па, екіталай. Өйткені оның жанұясы, шыққан жанұясы қалай, оның өзінің мінез ішіндегі қандай да бір дау-дамайлары қандай, оны білу өте қиын. Соны егер ол қыз білсе, өзіне сәйкес жігітті табуы оңай, тез-ақ. Мен енді қазір бұл жерде қазіргі замандағы болып жатқан басты бір тақырыптардың бірі мына соңғы кездегі болған экс-министрмен болған жағдайды қозғағым келіп тұр. Жаңағыдай өзім айтқандай, ең басынан айтқым келіп тұр, мен ешкімді қаралап, ешкімді кінәлағым келіп тұрған жоқ. Бұл жерде кінә жоқ ешкімде. Это не есть вина чья-то, это беда. Это беда может быть нашего даже общества. Енді бұл жерде жаңағы қаза болған қыз баланы айтатын болсақ, менің ойымша ол қыз бала бойжеткен негізі жаңағыдай жақсы ортадан шыққан, мәдениетті ортадан шыққан. Туысқандар әкім деген сияқты сондай. Бірақ қараңыз қандай қызық болып тұр. Оны жаңағы күйеуге алған жігіт бірнеше соңғы рет қана қол көтерген емес, негізі оның алдында да сол қол көтерген. Ол факт айғақ болып тұр. Оны құрбылары айтып жатыр, оны туыстары айтып жатыр. Одан кейін сол қайтыс болған күннен бастап айқын анық ол жарыққа шыққан ақпарат. Оның ағасы оның телефонына жаңағы GPS пен слежка қадағалау қойып қойған. Сонда бұл ненің көрсеткіші? Ол күйеу жігітке сенбестіктің көрсеткіші. Күйеу жігітте қандай да бір ақау, қандай да бір жаңағыдай опасность бар екенінің көрсеткіші. Мысалға менің ағам бостан-бос менің телефонымды қадағалап, қайда жүр екенін маған еркіндік бермейді емес. То есть это бостан-босқа қоймайды ондай нәрсені. То есть это о том, что она вообще-то была не в безопасной обстановке. И тогда что получается? Внешне мы видим действительно красавицу, действительно хорошо образованную, с хорошей семьей, өте мәдениетті, жақсы, байыпты қыз баланы сыртқы бейнесін көрсек те, бірақ өкінішке орай ішкі жан дүниесінде қандай да бір біздер мазохистический червяк деп жатамыз ғой. Мазохизм болғанын мен айғақ деп айтушы едім. Өкінішке орай, өйткені бір қол көтергеннен бастап негізі мазохизмы деңгейі аз қыз бала кетіп қалу керек еді. Қандай жағдай болмаса да, ұят болсын, басқа болсын. Мен қазір осы жерде өзімнің класстас қызымды есіме алып отырмын. Ол мен тоже байланысы бар жағдай. Осыдан бірнеше жыл бұрын тоже сол мен қазір несін айтпай қойын, қандай қала, қандай облыста болған. Тура осындай жағдай бір жігіт күйеу өзінің әйелін кафеде ұрып соғып өлердей жағдайға жеткізеді. Жаңағы Не молчи фондына ол қыз одан кейін хабарын беріп,
барлық СМИ-лерге мемлекет деңгейінде бұл ақпарат шығады, барлық мына несі фотосы бәрі көрінеді, ана жігітке сот болады, ол жігіт түрмеге отырады. Мен ол жігітті негіз танимын. Сөйтіп, енді есімнен шығып кеткен ол кім еді осы деп сөйтіп ойласам, ол менің класстас қызыма үйленген жігіт негізі. Бірақ ана зардап шеккен қыз бала ол менің класстасым емес. Содан кейін мен класстастарыммен кездесіп, бір той-томалақтан алған кезде, сол туралы аздапқан әңгіме қозған кезде маған айтып берді. Менің класстасым ол жігітке күйеуге шығады. Бір-екі рет қол көтеріп, сондай невозможно енді, мүмкін емес жағдай туындаған кезде бір баласы болса да, одан кейін ана жақтың әке-шешесі, мына жақтың әке-шешесі қой болмайды, ондай болып тұрады, қал дегенге қарамастан ажырасып кеткен. Ажырасып, қазір еркін өмір сүріп, өзінің жанұясын өзі құрып, өзіне сәйкес жігітке күйеуге шығып, бір баламен, басқа біреудің баласы. Өзінің өмірін жайдарлы өмір сүріп жатыр. Ал ең қызығы жаңағы енді мына жаңағы абьюзер деп жатырмыз ғой, сол абьюзердің түрмеге түсті. Ана әйелді ұрып соқты, действительно, өте ауыр, бетін көрген кезде жан түршігетіндей деңгей. Ол әйелдің енді беті қайтып, ісігі қайтып не қылғаннан кейін, менің естігенім енді ол СМИ-ге неге шыққан жоқ. Хабарласқан фондтармен ұрсысып, ақша деңгей, оған ақша жиналды ғой, ақша деңгей тағы басқа бірдеңемен ұрсысып, олармен бәрімен даудамай болады. Ол бір оқиға. Бірнеше уақыттан кейін, бір жылдан кейін примерно, ана жігітке түрмеге барады деп мен естідім. Өзінің жаңағы маниагына, абьюзеріне. Ол бір 7 жылдан кейін ба, 5 жылдан кейін ба, ол жігіт шығады, жаңағы амнистия ма, бір бәлемен, ана қыз кешірімін береді, шыға салып екеуі қосылады. Шыға салып екеуі жұрт әке-шешелеріне, достарына ешкімге айтпастан, бірақ енді бұл сондай жасырын ақпарат болатын, мен қазір енді анонимді түрде айтып тұрмын ғой, тем более қанша бірнеше жыл бұрын өтіп кеткен. Бірақ мен үшін, психолог үшін бұл таңсы емес. Өйткені мазохист өзінің садистін қалап тұр. Енді мен бұл жаңағыдай бірінші айтқан оқиғаға байланысты емес әрине. Бұл жерде ол очень болезненная ситуация, очень трепетная ситуация, и действительно соболезнуешь, сочувствуешь той девушке, которая не смогла выжить, конечно же. Но, тем не менее, любой девушке, әр қызға өзінің бойындағы мазохизмді жақсылап біліп алу керек. Өзінің бойындағы садизмді де жақсылап біліп алу керек. Әр мазохисттің ішінде садист бар, әр садисттің ішінде мазохист бар. Сондықтан да әсіресе қыз балалар, өйткені біздер слабый пол деп жатамыз ғой, біздің жігіттер сияқты күшіміз жоқ. Бірақ ол күшті бізге қолдансын деген бізде мазохизм бар. Сол мазохизмді біздер жақсылап білсек, біздің қоғам мүмкін алға тағы да басар ма еді деп айтушы. Сонда былай айтсақ бола ма? Әркім өмірден қалаған нәрсесін алады. Егер сенің әйелің шайпауыз, сенің бетіңді жұлып тұратын, сыйламайтын адам болса, оған проблема әйеліңде емес, өзіңде. Өзіңнің мазохизмің. Күйеуің абьюзер ұратын болса, оған кінәлі күйеуің емес, оны таңдаған проблема сенің өзіңде, сенің мазохизмің десек келсе ме? Енді ол жерде күйеуінің садизмін, күйеуінің абьюзивності біздер жоққа шығара алмаймыз. Қол көтеретін еркек, ол оның жауапкершілігі. Ол, значит, өзінің еркектігін сезіне алмай жүрген, жаңағы слабый деп жатамыз ғой, әлсіз еркек, ол однозначно. Но это его проблема. Это не вина его, это не, то есть это его беда, это его проблема, это его граница. Ол өзінің проблемасын өзі емдеу керек. Иә. Ал оны тауып тұрған мен, оған құлыппен кілт сияқты болып сәйкестеніп тұрған мен, ол менің проблемам. Мен өзім шешу керек. Неліктен мен абьюзерге барып жабысып қалдым деген сияқты. Ал енді осы проблемалардың бәрінің бастауы кезіндегі ата-анамнан көрген тұрмыстық қарым-қатынас моделі болуы мүмкін ба? Әрине. Әрине, біз бәріміз балалық шақтанбыз ғой. Біздің тарихымыз балалық шақтан. Өзіңіз білесіз, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Сондықтан да жаңағы айтқандай, біз мүмкін маған келіспейтін көп болатын шығар, мысалға жаңағы абьюзерлердің жертваларының жанұясына қарасақ, бәрі керемет, олар бәрі мәдениетті жанұядан шыққан, бәрі сондай әкесі шешесіне ешқашан қол көтермеген деген сияқты әңгімелер болуы мүмкін, менімен келіспеуі мүмкін. Бірақ мен бұл жерде айтқым келетіні, біздер жаңағы
насилие дейді ғой, қазақшасын ұмытып тұрмын. Қол жағы насилие, күш көрсету. Күш көрсету, иә. Күш көрсету тек қана физикалық тұрғыда емес. Ең ауыр күш көрсету ол эмоциялық тұрғыда. Мысалға, жаңағы айтқандай көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын күш көрсетудің да неше түрлісі үйде болып жатады. Көзге көрінетін, әрине, әкесі шешесіне қол көтеріп, балаларын ұрып соғатын жағдай болса, ол бір, ол жанұядан шыққан қыз бала, әрине міндетті түрде өзіне сондай қол көтеретін жігітті табуы 80% да болуы мүмкін. Бірақ кейбір жанұялар болады, қол көтерілмейді. Ешқашанда әйелінің бір түйір шашын түсірмей, бірақ эмоциялық тұрғыда жеп қоятын, эмоциялық тұрғыда таптып тастайтын сондай қарым-қатынас болып жатады. Ол тек қана күйеуінің әйеліне қатысты емес, әйелінің де күйеуіне де қатысты сондай бір. Әсіресе біздің қоғамда әйелдер, жаңағы енді біздер матриархат қоғам деген сияқты айтамыз ғой кейде. Бірақ на самом деле жалпы мына мінезге қатысты, жан дүниеге қатысты ақаулардың, қандай да бір проблемалардың, мен айтушы едім, менімен де келіспейтіндер көп болатын шығар, бірақ львиная доля, жаңағы көп процент әйелдерге байланысты. Өйткені көп жағдайда біздерде әйелдер роль ойнайды. Ойбай, күйеуім керемет, үйдің жаңағы патшасы, үйдің несі, хозяйыны деп таққа отырғызып қояды да, бірақ былай кірген кезде, өздері қалған кезде жанұяда нағыз матриархатты көрсетіп, піштіретін жерді піштіріп, көрсететін жерді көрсетіп отыратын бізде аналарымыз, әйелдеріміз баршылық. Сондағы мен айтып тұрғаным, ол эмоциялық күш көрсету, эмоциялық насилие деген ең ауыр жаза. Ең ауыр сондай күш көрсету. Сонда мен айтатыным, менімен келіспеушілерге, жанұяны сырттан да іштен де көрдіңіз. Әкесі шешесіне қол көтермейді, физикалық тұрғыда ешқандай күш көрсету жоқ. Бірақ эмоциялық тұрғыда, көзқараспен, невербально, тағы басқа эмоциялық күш көрсету жоқ екенін сіз қайдан білесіз? Оны білетін тек қана сол үйдің адамдары. Ал сондай ортадан шыққан қыз бала, әкесі оған қол көтеріп ұрмаса да, эмоциялық абьюзерді өзіне іздейді. Ал эмоциялық абьюзер дегеніміз, ол қыз бала мысалға үйленді, күйеуге шықты дейік. Анау жігіт эмоциялық абьюзер болып шықты. Бірақ алда қаншама жыл әлі бірге өмір сүреді. Бірде болмаса бірде қол көтеріп қалуы. Бір көтерген жігіт, екінші рет көтеру оп-оңай ақ. Сондықтан да бұл сондай сұрақ, қыз бала өзін жақсы білу керек. Ал енді жаңағы әйелдің күйеуді эмоциялық піштіруі немесе еркектің әйелді ұрып соғуы, бұл жаңағы билікке талас сияқты нәрсе болып көрінеді маған. Отбасыда бір адам басқару керек па, әлде тең құқылы болу керек па? Сәйкестік болған әрине жақсы ғой. Біздерде мен өзім ұстанатыным ситуативный лидер деген нәрсе. Енді классикалық тұрғыда, мысалға, табыс көзін, ақша табатын, жұмыс жасайтын ол ер адам болып, үйді дөңгелетіп, үйдің деңгейін жақсартып, сол үйдегі атмосфераны ұстап отыратын ол әйел болуы мүмкін. Ол мысалға үйде әйелі лидер, балаларын басқарып, күйеуіне құрмет көрсетіп, несін шайқатпай, шаңырағын шайқатпай ұстап отыратын, бұл жерде міндетті түрде күйеуі әйеліне лидерствоны беру керек. Өйткені ол сыртта түзде жүріп, ақша тауып жүрген адам, мысалға, үйдегі жағдайлардың көбісін білмеуі мүмкін. А какой он лидер? Зачем это лидерство ему быть? Ал еркегі ол сол жақта лидер. Ал бізде қазір енді жаһандану деңгейіне байланысты бұл классикалық лидерстводан керісінше болып жатады, кейде бөлек болып жатады. Мысалға, әйелі өз саласында лидер, ақша табу жағдайында. Күйеуі де өзіне, деңгейіне, өзінің барынша ақшасын тауып, үйді бірге басқаратын да болады. Мысалға, кейде болып жатады, мен клиенттерімде де, олай таныстарымда да, мысалға, үйдегі мына тазалық жағдайын күйеуі басқарады, біледі. Мысалға, осы аптада қаншама рет мына кілемді біз пылесоспен тазаладық деген сияқты. Бұда тұрған ештеме жоқ. Ал әйелі тамақ жағдайын, ыдыс-аяқ, басқа нәрселерді, бала тәрбиесі деген сияқты сондайды біледі. Ол жерде де олар мына күнделікті күйбең тіршілікті бөліп алып, өздерінің лидерствосын алды.
Это и есть ситуативный лидер. Кейде тіпті болады жалпы үйден кейін ыдыс жуу, тамақ дайындау, басқа нәрселерді балаларға қарау күйеуінің несінде болады, жауапкершілігінде болады. Ақша табу, әйел мысалға Ангела Меркель. Ол кісі қандай канцлер болды, билікте болды, ол балаларын қарап, үйін қарап жүрген жоқ, оның күйеуі үйін жағдайын қарауды. Но при этом ол жерде ұялатындай, я болмаса оларды мені сөгеді-ау, мен өзімді жаман сезінемін-ау деген ештеме жоқ. Мәселе екеуі бір-бірімен согласиеде болса болды дейсіз ғой, бір-бірін эмоционалды жеудің орнына. Ал құрметті ағайындар, егер де сіздің де өміріңізде осындай проблема, отбасыңызда ыру-дыру не болмаса отбасы құруға талпынып тырысып жүрген болсаңыз, өзіңізді алдын ала дайындап алуды ұсынар едім. Ол үшін сізге ссылка қалдырып кетем. Сол ссылкаға өтіп көрсеңіз, Орталық Азия психоанализ институтының директоры Анна Құдиярова ханымның тегін вебинарын ссылкасын қалдырып кететін болам. Өтіп қарап шықсаңыздар, өзіңізді тану, өзіңізді білу дегеннің не екенін түсініп, бүгінгі проблемаңыздың түбірін тауып қалатын шығарсыз. Ал Мейіргүл ханым, мына нәрсені айтсам, мынандай сұрақ қойылғанда деген ойыңыз бар ма? Ішіңізде айтқыңыз келетін нәрсе бар ма? Ішімде айтқым келетін, мен олай дайындалмадым, енді тап қазір меніңше енді жастарға мен стигмадан айырылса екен деп айтушы едім. Біздерде стигманы қарапайым тілде айтып кетсеңіз. Психологқа баратын адам псих деген түсінік. Ол өкінішке орай әлі күнге дейін біздің қоғамдағы жиі кездесетін жағдай. Психоанализ орталығына, психологқа жалпы баратын адамдарға бүйтіп қызық қарап деген сияқты, оларды есі дұрыс емес-ау деген сияқты сондай қисық көзқараспен қарауды сол стигма деп жатамыз. Сол стигмадан айырылсақ екен деген. Жаңағыдай енді біздер осы уақыт бойынша мына екі жастардың жанұя тақырыбын қозғадық қой. Сонда мен айтар едім, жастар үйленбес бұрын 1 жыл, 2 жыл, 3 жылға дейін тіпті психологқа барып өзін емдеп алса, өзін түсініп алса, онда өзінің жарын табу оңайырақ болушы еді. Мен айтқым келгені сол стигмадан айырылып, мына психологқа жүгіну, психологпен жұмыс жасау, терапия өту, бұл біздің мәдениетімізге, өркениетімізге сіңсе екен дегенің менде бір сондай енді мақсатым деймін ба, арманым деймін ба, сондай бар. 90 ауыздың тобықтай түйіні бүгінгі әңгімемізді қорытқанда Мейіргүл ханым, отбасыны сақтайтын ең бірінші фактор ол тіл табыса білу, өзіңмен және жарыңмен, одан кейін жүректің деңгейінде түсінісе білу, одан кейін төсекте қалауларыңды бірге орындай алу деп айтсақ, қорытындысы осы бола ма? Рахмет сізге, уақыт бөлгеніңізге.